Қас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер ол театр. Бұл қазақтың жазушысы Ғабит Мүсіреповтің театр туралы айтқан өз ойы. Расында өмірдің сан қилы тұстарын, қоғамда болып жатқан проблемаларда, түрлі жанрда, түрлі болмыста көрерменнің назарына ұсынуда театрдың рөлі ерекше. Театрдың сахнасында қойылатын спектакльдер, қойылымдар, бұлардың әрқайсысын алып қарасаңыз, мағынасы терең, халыққа берер мол. Бүгін біз қаламыздың төрінде орналасқан Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйіндеміз. Киелі шаңырақтан сырдың көптеген талантты жастары түлеп ұшқан. Бүгінде театр әлемінде өзіндік орны бар қаламыздың жастар театры да бар. Бүгін бізде қонақта қалалық жастар театрының режиссері Әлмұхамед Алдажар. Бүгінде жастар театры жалпы театр қауымының арасында өзіндік орны бар деп білеміз. Бұл жалпы театрдың құрылуы кімнің ықпалымен? Қайырлы күн. Бүгін осындай кереметтей сұхбатқа шақырғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Біздің Қызылорда қалалық жастар театры, өздеріңіз білетіндей, жас театр осыдан небары 5 жыл бұрын құрылған. 2016 жылы Қазақстан Республикасына белгілі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Оңталап Нұрмаханов ағайымыздың жетекшілігімен, арнайы қалалық әкімдіктің қолдауымен осы жастар театры сыр өңірінің жастарының басын қосып, өнерге бейім, театр өнеріне бейім жастардың, нақтырақ айтсақ 18 бен 25 жас аралығындағы жастардың басын құрап, арнайы кастинг арқылы сұрыптап, саралап, өнерге бейімі бар жастардың бір ордасына айналған бір шаңыраққа айналып қалыптасу үстінде. Театрымызға биыл 5 жылдың көлемі болды жұмыс жасап жатқанымызға. Осы 5 жыл көлемінде республикамыздың әр өңірінде әртүрлі сахналарға шығып, өзіндік өнерлерін көрсетіп, сыр елінің менталитетін күллі қазақ еліне, қазақ жұртына таныстырып жүрген, аз да болса үлесімізді қосып жүрген жайымыз бар. Енді жалпы өзің айтып қалдың, жаңа 5 жыл болды деп, жалпы осы 5 жыл көлемінде осы ұжым осы көрерменнің назарына қанша қойылымды қойып үлгерді? Ең алғаш 2016 жылы біздің осы театрымыздың шымылдырығын ашқан қойылым алғашқы махаббат қойылымы. Онда жалпы жастардың өмірі, мектеп жасындағы балалардың өмірі сипатталады, өзіміздің жасымызға лайықталып көрерменге тарту еткен алғашқы спектакліміз. Одан кейін араға жылдар салып, бірнеше нақтырақ айтсақ 7 қойылымды осы 5 жылдың ішінде сахналап үлгердік. Оның ішінде әртүрлі жанрдағы қойылымдар, қоғамдық мәні бар, қоғамдық өзектілігі бар, проблемаларды қозғайтын қойылымдар, және жастардың көңілін көтеру мақсатындағы комедиялық қойылымдар, және де трагедиялық бірнеше тарихи туындыларды да сахналап үлгердік деп айтсам болады. Қарапайым өмір тіршілігімен ол барлығымызға таныс, күнделікті өміріміз сол. Енді жалпы осы театр тынысы мен қарапайым тіршіліктің айырмашылығы қандай? Мен театрдың әртісімін деген адам қандай қасиеттермен ерекшелену керек? Енді бірінші сұрағыңызға келетін болсақ, негізінде театрдағы, сахнадағы бейне, сахнадағы қойылым шынайы өмірден аса бір ара қашықтықта екеуі екі бөлек дүние деп айтуға мүлде келмейді. Өйткені адамның өміріндегі күнделікті болып жатқан құбылыстар сахнаға әдемі түрде, бейнелі түрде көрерменнің назарына ұсынылады. Ол дағы қойылып жатқан қойылымдар, жазылып жатқан авторлық туындылардың барлығы тікелей адам өмірінен алатын болғандықтан, оның шынайы өмірмен аса бір айырмашылығы жоқ деп айтсақ болады. Адам күнделікті өмірдегі байқамайтын кейбір тұстарын, адамдармен қарым-қатынастарын, келеңсіз жайттарды сол көрермен сахнадан көре біледі, және өзінің қателіктермен тікелей бетте-бет келеді деп айтсақ болады. Сол арқылы көрермен өзіне рухани азық алып, өзін сәлде болсын рухани байытуға театрдың ықпалы зор деп айтсам болады. Және театрда белгілі бір қағида, әртіс адамның мойнында сахнаға шыққаннан кейін, көрерменнің алдына шыққаннан кейін үлкен айтып өтерлік мойнында үлкен жауапкершілік болады. Өйткені сахнадан көрген адамды
көрермен, жас буындар, жас ұрпақтар ол әртіске қарап үлгі алады деп айтсам болады. Әртістің білімі қарапайым көрерменнен бір саты, бір қадам алда жүру керек деп ойлаймын. Өйткені ол көрерменнің алдына шығып белгілі бір дүниені қорғап шығатын болғандықтан, оның адамның іші, кеудесі қуыс болмау керек. Онда білім, толған білім, еңбек, ізденіс барлығы қамтылған болу керек деп айтсам болады. Театр бұл киелі шаңырақ. Осы киелі шаңырақта өзің айтып кеткен бағана түрлі жанрда спектакльдерді қойып үлгердік. 7 қойылымды осы 5 жылдың ішінде көрерменнің назарына ұсынып үлгердік деп жатсың. Енді соның ішінде жаңағы жастардың назарына ұсынатын алғашқы махаббатты айтып өттің. Одан кейін қоғамда болып жатқан проблемаларды қозғайтын спектакльдеріңізде болып жатырсың. Енді осы 7 қойылымның ішінде көрерменнің ерекше бір ықыласына бөленген, ерекше бір көрерменге әсер берген қойылымдарын атап өтсең. Енді біз сахналап жүрген қай қойылымды алсақ та, ондағы әртістер, режиссерлар ол қойылымға барлық күшін, барлық еңбегін сарп етіп, аямай ізденіп еңбектенеді деп айтсақ болады. Сондықтан да қай туындыны алмасын, қай шығарманы алмасын, қай қойылымды алмасын, оны бір-бірімен деңгейлестіріп салыстыру жағынан салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Өйткені оның барлығында ізденіс, еңбек деген нәрселер жатыр. Аудиториямыз, көрермендеріміз, өзіміздің буындарымыз, яғни жастар болғандықтан 2018 жылы жастардың осы жасөспірімдердің назарына неге атты драмалық қойылымды ұсынған болатынбыз. Ол қойылымда осы қазіргі қоғамда белең алып жатқан түрлі жастар арасында кең проблемаға айналып жатқан мәселелерді қозғап өткен болатынбыз. Атап айтатын болсақ, онда негізгі 2 тақырыпты қозғадық. Оның біріншісі осы қоғамдағы нашақорлық індетімен күресу бағытында болса, ал екінші бағыты онда қазіргі кездегі радикалдық ұйымдар, түрлі діни ағымдардың жетегіне ерген жастардың ақыр аяғында қандай күйге тап болатыны, ол жолдың қандай дұрыс еместігі, бұрыс жол екендігін ақтайтындай бір қойылым болды деп айтсақ болады. Бұл жастардың, мектеп жасындағы және студенттердің назарына ұсынылып, бір жақсы бір дүниеміз болып театрдың қоржынына қосылды деп айтсам болады. Басты рөлді естуімше осы қарындасымыз сомдаған екен. Ол қарындасымыздың осы басты рөлді сомдауда өзінің дәрежесіне, өзінің деңгейін жеткізіп орындай алды ма? Бұл қойылымды сахналауға бізде 3 ай көлемінде уақыт өтті деп айтсам болады. Ол 3 айдың ішінде біздің әртістеріміз жан-жақты ізденісте болды. Түрлі фильмдер қарап, кітаптар ақтарып, және осы қоғамда болған шынайы адамдардың басынан өткен оқиғаларды зерттеп, зерделеп, осы рөлді шығаруға өзіндік ізденістер жасады деп айтсам болады. Негізінен театрда әртістер рөлді шығардым, толықтай 100% шығардым деп өздері мойындай қоймайды. Өйткені әр қойылым сайын ол рөлге жаңа тың дүние қосып, жаңа дем беріп, оны алдыға қарай тағы да одан да жақсырақ бір деңгейге көтерсем деп ойлайды. Сондықтан біздің берген тікелей тапсырмамызды, яғни режиссерлік тапсырмамызды орындап шықты. Ал бірақ та әртістеріміз әлі күнге дейін ол рөлді шығару барысында өздерінің ізденістерін жасап жатыр деп айтсам болады. Көрермендердің жас мөлшеріне назар аударылды ма? Әрине, әрбір қойылымды сахналағанда өзінің көрерменнің деңгейіне лайықты жас ерекшеліктері болады. Бұл неге қойылымында сол жасөспірімдерге мектеп оқушылары, яғни жоғарғы сыныптар, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптар және өзіміздің арнаулы оқу орындары, колледждер, университеттің студенттері тартылып, сол жас аралығындағы көрермендер, әрине басым бөлігі жастар, негізгі көрермендердің санын құрады деп айтсам болады. Бұл қойылым тікелей арнайы мамандардың, дін мамандарының, осы радикалды ұйымдармен күресу саласында жұмыс атқарып жатқан атқарушы билік мамандарының тікелей сұрыптауынан, саралауынан, яғни көркемдік кеңестен өткен, көркемдік кеңестің оң бағасын алған қойылым деп толыққанда айтсақ болады. Алдағы жоспарлар қандай? Осы биыл қандай қойылымды қойып жоспарда тұр
және осы екінші сұрақ, осы театрға өзінің қызығушылығын білдіруші жастар көп па? Оларға не айта аласың? Алда қойған жоспарларымыз өте көп. Оның ішінде осы жақын аралықтағы жоспарларымыз, осы өткен айда бізде сахналанған Ыбырай Жақаев бабамыз бен Жазылбек Қуанышбаев ағаларымыздың өмірбаянынан, еңбек жолынан сыр шертетін екі бала екі шал атты қойылымды сахналаған болатынбыз. Ол қойылыммен арнайы Тараз қаласына шақырту түсіп, осы тамыз айында Тараз қаласына барып, сол қойылымды сахналау жоспарымызда бар. Және осы күз мезгілінде жаңа айтып өткеніміздей, театрымыздың 5 жылдық мерейтойы қарсаңында осы Қазақстан Республикасындағы жастар театрларының басын қосып бір театр фестивалін өткізіп, өзіміздің әр өңірдегі әріптестерімізбен шеберлік алмасып деген сияқты республикалық деңгейдегі осы Қызылорда қаласында фестиваль өткізуді жоспарлап отырмыз. Алда қойған жоспарларымыз бұнымен шектеліп қалмайды. Одан да бөлек осы халықаралық деңгейдегі қойылымдар, өзге мемлекеттерге барып, осы жастар театрының қойылымдарын көрсетіп, өзіміздің шеберлігімізді көрсету негізгі жоспарларымыздың бірі. Театр өнеріне, оның ішінде әртістік өнерге қызығатын жастар күн санап артуда. Өздеріңіз білетіндей, артымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарымыз өте көп. Оған дәлел біздің театрымыздың жанынан құрылған, арнайы жастар театрының жанынан құрылған Бастау театр үйірмесі бар. Онда өзіміздің артымыздан еріп келе жатқан інілеріміз, қарындастарымыз өздерінің білген түйгендерін біздің әртістеріміз сол қыздар жігіттерге үйрету үстінде. Осы енді театрға бет бұрам, әртістік өнерге қызығам деуші жастар болса, біздің айтатынымыз тек бір нәрсеге көзіміз жеткен осы театрда жүріп, ол тек қана еңбек, ізденіс, талмау, кітап оқу, фильмдар қарау, өзін-өзі жалпы дамытудан шаршамау керек деген тілекті білдіргім келеді, кеңесімді айтқым келеді. Сол театр, әртістік өнер деген тек еңбекпен келетін дүние деп айтсам болады. Көп рахмет бүгінгі сырлы сұхбатымызға келіп, арнайы уақытыңды бөлген үшін. Театр дайын драматургияны қойып беру емес, ондағы оқиғалардың неге олай болған жайында ойланды. Өмірімізде түрлі келеңсіз оқиғалардың шешімін таппай қиналатынымыз рас. Ал театр өмірлік сұрақтарға шешім табатын жоғарғы интенция. Интенцияларыңызды арттырғыларыңыз келсе, театрға келіңіздер.